Қайырлы күн, көрермендер. Бүгін ерекше әдіспен тефтел жасаймын. Қазанға суды қайнатып алдым да, тұзды салдым. Сосын картоп салдым. Еттің мүсіріктен өтсем дегенше картоп пісе берсін. Күрішті жуып тазалап алдым. Пісірмеймін да, шалада пісірмеймін. Біреулер шала пісіріп жатады. Мен пісірмеймін. Етті мүсіріктен өткізіп, күріштің үстіне салам да. Қайнап жатқан суға сәбіз салып жібердім. Күріштің үстіне етті салдым, жуаны салдым, мүсіріктен өткізіп, тұз, бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып алдым. Bir жері жұмыртқа қосып жібердім. Табаққа домалақтап алдым. Енді қайнап тұрған суымызға біртіндеп, бектіндеп салып алам. Картоп пен сәбіз пісіп тұр. Сөйтіп 25 минут қайнатам. Пісуге жақындағанда укроп салып жіберем. Мінекей, ұнға ұнатылмаса да, күрішті шала пісірмесе де, тефтелдерім домалақ болып езілмей шықты. Баршаңызға ас болсын.